Қайырлы күн, құрметті жақсыларым. Бүгін екінші сабағым вокалистің дауысын қою барысындағы ең алғашқы бірінші сабағымда демді айтып өттім. Тректі қалай қойылады, қалай бастаймыз, бала келген кездегі трекпен жұмыс қалай түсіндіреміз деген сияқты бірінші сабағымда айтып өткем. Енді бұл сабақ соның жалғасы. Екінші сабағым тректің 4 түрі бар деп түсіндіріп кеттім бірінші сабақта. Көбінесе осы диафрагмаға тіреу арқылы шығаратын дыбыс тірегін қолданамыз. Көп вокалистер қолданады. Негізінен осы тректі терең демалып, өзінің белгілі бір жетілдіру бағытында белгілі бір уақытқа дейін 1 жыл, 2 жыл көлемінде осы студентпен 1 жыл, 2 жыл көлемінде осы тректі қоямыз. Ол трек бірден бала келе сала, бірден міне мынаны ал, мынаны бүйт дегенге бірден қойыла кетпейді. Ол терең, күнделікті, терең демалыстың күнделікті 15-20 минут осы трекке арналған жаттығуларды жасау арқылы демі қойыла бастайды. Дұрыс демді қою барысында біз жақсы дыбысты шығара аламыз. Енді осы демнің дұрыс қойылуына, жаймен демнің дұрыс қойылып бағытталуының арқасында біз болашақта ауызбен демалуды қосамыз. Ол ауызбен демалу уже ол более звуктың қалыптасып келе жатқандағы жағдайында болады. Ол кезде үлкен шығармаларды айтып жатқан кезде деп мұрын мен ауызбен бірден терең демалуды үйретеміз. Тез әрі терең демалуды үйретеміз. Бұл да навык болып саналады. Бұл да жаймен 1 жылдың ішінде қалыптасу, демді күнделікті жұмыс істеткізу арқылы ғана қойылатын жағдай. Бұны бірденнен келген вокалист 1-ші курста бірден аламайды. Бұл 2-ші, 3-ші курстан бастап үйретілетін демнің түрі. Бұл мұрын мен ауызбен терең бірден 1 секундта бірден деп терең тез алу, люфт дыхание деп айтылады. Осыларды да үйретеміз. Бұл шығармаларда кездеседі. Шығармалардың ортасында тез демалып үлгеру керектігін айқындайтын сондай бір жаттығу. Деп мұрын мен ауызбен тез алып, тереңірек алып үйренеміз. Сол кезде дыбыстың күші пайда болады. Бүгінгі 2-ші сабағым ұнаса сіздерге лайк басып отырыңыздар. Сіздермен болған Сымбат Тасбергенова, вокалистка, әнші, ұстаз. Сау болыңыздар.